Енді ең үлкен проблема алтын сататындарда. Барлығымыз шулап жатқан ең бірінші өзгеріс салық кодексінде 2026 жылы упрощенный режим. Мен салықты аз төлегім келеді, және де кеткен шығымды көрсеткім келеді. Соның барлығын сіз жасап бере аласыз ба? Иә, жасап бере аламыз. Яғни салықты көтерді. Соған барлығымыз қарсы шығып наразы болсақ та, бәрібір мемлекет 16% НДС-ті қалдырды. Сарыағаш қаламызда 2-3 базар бар ғой, Дәулет базар, Алып базар, Жібек базар. Оның барлығы фирмалардан алады. Сол фирмаға жұмсаған шығындарға да салық төлейме сонда? Бірақ мектеп, садик, аптека, сол медицинаға қатысты мекемелер, яғни ОКТ-тері соған сәйкес келетін болса, олар 16% НДС төлемейді. 43 миллионға түсті. Ақша құнсызданып жатыр. Иә. Тауарлар қымбаттап жатыр. ИП-тулар, фирмалар тек қана сол общеустановленный режимдегі ИП-тулармен ғана жұмыс жасаса алатын қылып қойды. Неге? Өйткені, мысалға, упрощенный режимнен сен товар алатын болсаң, оны сен расходқа көрсете алмайсың. Яғни 10 миллионға товар алсаң, 15 миллионға сатасың. Общеустановленный режимдегі ТО ИП-ға расход ретінде вычетқа ала алмайсың. 26-та ала алмайсың. 26-та ала алмайсың. Алуға болмай ма сонда? Заң бойынша иә, алуға болмайды. Мен базарда очки сатамын. Иә. Мен 10 миллион теңгеге очкиге тауарға ақша жұмсадым. Мен үстіне 5 миллион теңге көруім керек. Яғни мен осы жұмсаған шығыныма кеткен 10 миллион теңгемен табысым 5 миллион теңгені 15 миллион болады ғой. Соған салық төлеймін ба сонда? Сен 10 миллионға очкиді қандай режимдегі ИП фирмалардан алдың? Уже 43 миллион. Егер сен осы 43 миллионнан асатын болсаң, қосымша құн салығын төлейсің. НДС 16%. Алтын сататындардың обороттары сұмдық енді. Олардың барлығы сол НДС-мен төлейме, және де алтынға жұмсаған шығындарды да олар соған да салық төлей ме? Мысалы, грамын 48 мың теңге сатып алса, 55 мыңнан сатады деген сияқты грамын. ИП ашасың. Басқа адамға тоғышасың, сөйтіп істей бересің. Киім сататындарда проблема болады сияқты. Турецкий киім дейді, ташкентский киім дейді, және китайский киім дейді. Яғни ол 3 фирмадан сатып алып жатыр. Накладнойды өзіңнің отчетыңа көрсететін болсаң, онда сен төлемейсің. Енді негізгі сұрақ қойын, енді оны айтуға да енді ашық түрде айта алмаймыз. Бірақ кез келген құрметті кәсіпкерлер, 2026 жылдың 15 февралына дейін барлық ИП-тулар өз режимдерін өзгертуге заявление жіберу керек. Салық кодексіне 2026-да өзгерістер еніпті. Оны мен қазір ғана біліп отырмын. Сіздерде білу үшін арнайы Динара ханыммен сұхбат етіп, жақсылап толық мәліметті алып аламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал Динара ханым, өзіңізді таныстырып кетіңіз. Мен есімім Динара. 2015-тен бері бухгалтер болып жұмыс жасаймын. Жалпы осы салық, ИП, ТО, мектеп, садик деген сияқты, аптека деген сияқты фирмаларды, логистика бар, соларды кішігірім управлять етемін. Қай жағынан? Салық жағынан, бухгалтерлік жағынан, финанс жағынан. Енді осы жаңа салық кодексіне өзгерістерін айтып беріңіз. Қандай өзгерістер енді? Ең бірінші, барлығымыз шулап жатқан ең бірінші өзгеріс салық кодексінде 2026 жылы упрощенный режим және общеустановленный режим. Негізі өзі 2025-те 7 режим бар еді. 2025-тен бастап 3-ақ режим қалдырды. Ең соның актуальнысы упрощенный және общеустановленный режим. Упрощенный режим 43 миллионнан оборот аспау керек. Егер 43 миллионнан асатын болса, 12% НДС төлейді. Общеустановленный режимде де сондай. Бірақ мектеп, садик, аптека, сол медицинаға қатысты мекемелер, яғни ОКТ-тері соған сәйкес келетін болса, олар 16% НДС төлемейді. 2025-те НДС 12% болса, 2026-та 16% болып көтерілді. Яғни салықты көтерді. Соған барлығымыз қарсы шығып наразы болсақ та, бәрібір мемлекет 16% НДС-ті қалдырды. Енді түсінікті. 43 миллионға түсті. Ақша құнсызданып жатыр. Иә. Тауарлар қымбаттап жатыр. Иә. Бірақ жаңағындай салықтың мөлшері 43 миллионға түсті. Оборот. Яғни тауар айналымы. Иә, тауар. Ендігі сұрақ, жаңа упрощенный режим мен установленный режим деген айырмашылығы не? Упрощенный режим Түркістан облысы бойынша 2026 жылы 2% болып салығы бекітілді, 2025-те 3% еді. 2026 жылы общеустановленный режим 10%-пен қалды, бірақ бір носы
мысалға общеустановленный режимдегі ИП-толар, фирмалар тек қана сол общеустановленный режимдегі ИП-толармен ғана жұмыс жасаса алатын қылып қойды. Неге? Өйткені мысалға операционный режимнен сен товар алатын болсаң, оны сен расходқа көрсете алмайсың. Яғни 10 миллионға товар алсаң, 15 миллионға сатасың. Сол 10 миллионның расходын операционный режимге алатын болсаң, операционный режимнен товар алатын болсаң, сен соны общеустановленный режимдегі ТО ИП-ға расход ретінде вычетқа ала алмайсың. 26-та ала алмайсың. 26-та ала алмайсың. Алуға болмай ма сонда? Заң бойынша алуға болмайды. Солай қарсы қойды. Мысалы, мен базарда очки сатамын. Мен 10 миллион теңгеге очкиге тауарға ақша жұмсадым. Мен үстіне 5 миллион теңге көруім керек. Яғни, мен осы жұмсаған шығыныма кеткен 10 миллион теңгемен табысым 5 миллион теңгені 15 миллион болады ғой. Соған салық төлеймін ба сонда? Если общеустановленный режимде болсаң, общеустановленный режимде сен 10 миллионды вычетқа алып тастап, 5 миллионның салығын төлейсің. Расход қалып тастайсың, вычет деген расход. Ал енді сен 10 миллионға очкиді қандай режимдегі ИП фирмалардан алдың? Общеустановленный ма, упрощенный ма? Если упрощенный режимнен алатын болсаң, сен оны расходқа көрсете алмайсың. Көрсеткен күннің өзінде де сен 10 миллионның салығын төлейсің. ИП болатын болса 10%, ТО болатын болса 20%. А егер общеустановленный режимнен сен осы очкиді алатын болсаң, онда сен 10 миллионның очки сатып алған 10 миллионды расходқа көрсетіп, мен осындай фирмадан алдым, оны төлемеймін деп шығарып тастай аласың. Мысалы, мен очкиді әртүрлі фирмадан алсам, ол кезде мен кеткен шығынға да салық төлеймін. Иә. Ал тек қана бір ғана фирмадан сатып алсам, мен кеткен шығынға салық төлемеймін да, тек қана общеустановленный режимдегі өзімнің пайдамнан ғана салық төлеймін. Иә. Ал енді мысалы біздің Сарыағаш қаламызда 2-3 базар бар ғой, Дәулет базар, Алып базар, Жібек базар. От Жібек базардағы мысалы қаншама бутиктер бар. Оның барлығы фирмалардан алады. Мысалы фирмаға жұмсаған шығындарға да салық төлей ме сонда? Смотря ол қандай режимде. Олар әртүрлі фирмадан алады ғой мысалы. Если общеустановленный режимде болатын болса, төлейді. Упрощенныйда болатын болса, общий оборотқа төлейді 2%, бірақ оборот 43 миллионнан аспау керек. 43 миллионнан асатын болса, 16% НДС, сонда получается 18-19% салық төлеп кетеді. Енді мысалы сіздің, мысалы мен очки сатам, енді сізді мен шақырдым. Сіз маған қандай жұмыстар жасап бере аласыз? Және де осында жаңа упрощенный режим, установленный режим деген ажыратып бере аласыз ба? Мен салықты аз төлегім келеді, және де кеткен шығымды көрсеткім келеді. Соның барлығын сіз жасап бере аласыз ба? Иә, жасап бере аламын. Ол барлығын жолдарын бағыттан көрсете аласыз. Жаңа салық кодексі бойынша барлығын түсіндіріп, консультацияны беріп, отчеттарын істеп, реттеп түсіндіріп бере аламын. Құрметті кәсіпкерлер, яғни сіз тауарға кеткен ақшаңызға салық төлегіңіз келмесе, Динара ханымға шұғыл түрде байланысқа шығыңызда, тек қана тапқан пайдаңыздан ғана салық төлей аласыздар. Ал ендігі мәселе, енді жаңа салық кодекс деп жатырмыз ғой, енді НДС туралы айтып берсеңіз. НДС деген ол қосымша құн салығы. 2025-те 12% болса, 2026-та 16% болды. Яғни мысалға упрощенный режимде оборот 43 миллион, общеустановленный режимде тоже 43 миллион. Егер сен осы 43 миллионнан асатын болсаң, қосымша құн салығын төлейсің, НДС 16%. 43 миллионнан оборот аспаса төлемейсің. Енді ең үлкен проблема алтын сататындарда. Алтын сататындардың о обороттары сұмдық енді. Олардың барлығы сол НДС-мен төлей ме? Және де алтынға жұмсаған шығындарды да олар соған да салық төлей ме? Ол қандай режимде? Мысалы олар алтынды мысалы грамын 48 теңге сатып алса, 55 мыңнан сатады деген сияқты грамын. Үстіне көп қоймайды, мысалы 5 теңге қояр, 6 теңге қояр. Мысалы ол 6 теңгеге салық төлей ме? Жоқ, кеткен жағында 52 теңгеге салық төлей ме? Егер ол упрощенный режимде болатын болса, кеткен сол 53 миллионға төлейді. Ал егер общеустановленный режимге өтетін болса, сол 46 мың теңгеге қайдан товар сатып алды, соны көрсетеді, сонда үстіндегі 6 мың теңгеге 10% салық төлейді. Қазір барлығы шулап мемлекеттің мақсаты не сонда? Мемлекеттің мақсаты ең бірінші дроблениені жою, яғни мысалға ғани, сен алтын сатасың. Сенің оборотың 43 миллионнан асып кетті, енді сен барасың да басқа адамға
ип ашасың, басқа адамға тоғышасың, сөйтіп істей бересің. Негізгі мемлекеттің мақсаты дробление, жалған кәсіпкерлікті жою. Менің түсінуім бойынша енді мысалы бұл жерде қазір ойланып отырмын да, киім сататындарда проблема болатын сияқты. Турецкий киім дейді, ташкентский киім дейді, және китайский киім дейді. Ол яғни ол 3 фирмадан сатып алып жатыр. Яғни ол жаңағыдай кеткен шығынға да салық төлейін деп тұр ма сонда? Төлейін деп тұр. Мысалға, сен Қытайдан товар сатып алдың. Қытайдан товар сатып алғанда оның накладнойын алу керек өзіңмен бірге. Накладнойын алып, қандай фирмадан сатып алдың, сол накладнойды өзіңнің отчетыңа көрсететін болсаң, онда сен төлемейсің. Егер сен накладнойын иінің, бейінің ештеңкең жоқ болатын болса, онда амал жоқ, төлеуге тура келеді. Яғни білімділікті арттыру мақсаты деп ойлаймын мен. Биліктің мақсаты осы бизнестегі, яғни көлеңкелі бизнесті жою дейсіз ғой. Ал енді мына аударым жайлы айтып берсеңіз. 100 аударым күшіне енді мобильді аударымдар. 2026 жылдан бастап оны да күшіне енгізді. 1 миллионнан асатын болса кәсіби голд уже аударым тексеріледі. Яғни күдіктіге ілінесіз. Одан кейін сізді салық комитет шақырып, не себеп деп тексеру мүмкін. Динара ханым, бір сұрақ қойшы сізге. Осы көріп жатқан оқырмандардың арасынан сізге жаңағы қызметке шақырса, ұялып қалмайсыз ба? Енді қолымнан келгенше көмектесемін. Өзіме қалай жаным ашса, ол кәсіпкерлерге де дәл солай жаным ашып, отчетін көрсетіп, дұрыстап істеп беруге, көмектесуге тырысамын. Енді негізгі сұрақ қойын, енді оны айтуға да енді ашық түрде айта алмаймыз. Бірақ кез келген проблеманың шешімі бар ма? Шығу жолы бар ма? Кез келген проблеманың шығу жолы бар. Егер білікті маманға жүгінсе, кез келген адам бұл отчет істейді, кез келген адам оқи алады. Бірақ білікті, білімді маман болатын болса, өз ісіне жауапкершілігі болатын болса, кез келген жұмысты дұрыс жағынан шешуге жолы бар. Жалпы қаншама адам проблемасын шештіңіз ба? Өте көп. Көп. Санын айтып бере аласыз ба? Санамаппын. Бірақ барлығы риза болған. Шешілмей қалған проблемалар болды ма? Жоқ, шешілмей қалған әзірге менде болған жоқ. Енді бухгалтерлік жағына келетін болсақ, бухгалтерлік есеп беру, мысалы компаниялар жабылып, ИП-ны жабу керек болса, сол бухгалтерлік отчеттарын барлығын жасап бере аласыз ба? Оны жасап бере аламыз. Камералка, уведомление, жалпы қарапайым халық нені істеп жүр, қарапайым бухгалтерлер нені істеп жүр, соның барлығын істеп, қолымнан келгенше реттеп беруге тырысамын. Мысалы, Сарыағашта логистика қатты дамыған, фирмалар көп. Өзбекстан мен Қазақстан ортасында қаншама тауар айналымдар болып жатыр. Олардың да отчеттарын істеп бере аласыз ба, бухгалтерский жағынан? Бірінші тексеремін, қандай екенін, одан кейін ғана барып, если ровно болатын болса, істеп беремін. Бұлай болатын болса, ойланып көремін. Өйткені минус дополнительный кабинеттің былығын шығарып тастаса, оны ойланып көру керек. Құрметті кәсіпкерлер, 2026 жылдың 15 февралына дейін барлық ИП-ТО-лар өз режимдерін өзгертуге заявление жіберу керек. Егер сіз упрощенный режимде болсаңыз, заявление жібермесеңіз, онда сіз 10% салық төлейтін режимге өтіп кетесіз. Ал егер общеустановленный режимде болсаңыз, онда қайтадан упрощенный режимге өту үшін заявление беру керексіз. Сіз қай күннен заявление бердіңіз, сол күннен бастап сіз сол режимге өтесіз. Сондықтан кешіктірмей, отчетты 2-ші полугодие 2025-ті және 4-ші кварталды тапсырып, годовойды тапсырып, 15 февральға дейін режимдеріңізді өзгертіңіздер. Динара ханым, енді ренжімеңіз да, сіз сияқты істейтіндер көбейіп кеткен. Сарыағашымызда, жалпы Қазақстанымызда декреттегі отырған әйелдің бәрі осындай нәрсе үйреніп алған. Енді сіздің айырмашылығыңыз қандай? Енді менің өзім ойымша, мен өзім 4 жыл оқыдым, 10 жыл жұмыс жасадым. Олар мүмкін YouTube-тан көріп істейді, олар мүмкін кішігірім курс сатып алып істейді. Бәрібір проф бухгалтер мен кішігірім курс сатып алып істеген маманның айырмашылығы болады. Мен өзімді проф бух ретінде санағандықтан, мен өзімнің ісіме жауап бере аламын. Может, оның барлығы YouTube-та да толып тұр, бірақ сіз оны қалай профессионалды жасайсыз, қатесіз, соған байланысты. Бәрібір шымшық сойса да қасапшы сою керек деп ойлаймын.